Сәлем достар. Бүгінгі кинотаймда 1985 жылы жарық көрген «Сердце дракона» фильмі. Жас полицей Тед кепілге алынған адамды құтқару операциясына қатысады. Алдымен ол қарсыластарға граната лақтырып, кейін ашық сары түсті камуфляжының арқасында байқалмай жауынгерге жақындап барып, автоматпен жақыннан атып түсіреді. Оның серіктестері де нағыз ниндзялардай әрекет етеді, жау оларды 2 метр қашықтықтан да көре алмайды. Тед қарсыластарын топ-тобымен жояды, қарумен де қолма-қол ұрыстады. Бір салақ жаудың тіпті мойнын бұрап сындырады. Сәл ғана қарсылық көрсеткен шапшаң командирде көп ұзамай жеңіліс табады. Алайда шайқастан кейін Тед жауға оның тапаншасын қайтарып береді, өйткені мұның бәрі жай ғана жаттығу еді. Тедтің Дженни атты сүйіктісі бар. Ол жігіттің қашан үйленуге ұсыныс жасайтынын күтіп жүр. Тед арнайы жасақтан криминалдық полицияға ауысады. Жергілікті бөлімшені қатал капитан Вонг басқарады. Тедтің алғашқы тапсырмасы куәгер болып жүрген нашақорды наркологиялық орталыққа апарып, оған қажетті дәрісін алдыру. Тед дәрігердің қолынан қылмыстық топтың татуировкасын байқайды, бірақ бәрі кешеді. Куәгер уланды, ал полицейге ақ халат киген қылмыскерлер тобы тап береді. Бақытына қарай Тед кунг-фудың шебері. Ол бандиттердің бәрін жайпап, үстіне күрекпен де сазайын береді. Басшысы қашып кетпек болады, бірақ полицей ойланбастан оның соңынан баспалдақпен секіреді. Өкінішке қарай, мақтаудың орнына Тедке сөгіс беріледі. Капитан Вонг келесіде батырлық жасамай, міндетті түрде көмек шақыруды бұйырады. Біз тағы бір кейіпкерді көреміз. Дэнни, ол 30 жастағы ер адам, бірақ ақыл-ой дамуы 10 жастағы баланың деңгейінде қалған. Сондықтан ол өзімен деңгейлес, ақыл-есі балалардай адамдармен бірге жүреді. Балалар қарындары ашып, бәрі бірігіп тамаққа ақша жинайды. Дэнни бір ер адамның мейрамханада түскі асқа бар болғаны $10 төлегенін көреді. Ал өздері $16 жинаған еді. Ол бұл ақшаның шайпұл, чайве екенін түсінбей қалады. Балалар келісіп, Дэнниді әкеміз деп көрсетпек болады. Барлығы әбден тойып тамақтанып алады да, Дэнни есеп-шотты сұрайды. Бірақ олардың түскі асы $115 болып шығады. Балалар қашып кетіп, Дэнниді үстел басында жалғыз қалдырады. Енді түскі асқа төлеу Дэннидің мойнында еді. Но сначала счет. Прелестный чаевый. А теперь остальное. $115.20. Дэнни қашып кетпек болады, бірақ даяшылар оны қуып жетіп, ұстап алып, қол-аяғымен аяусыз ұра бастайды. Әлсіз, ақыл-есі кем жігітті тепкілеп болған соң, оны менеджерге сүйреп апарады. Менеджер де аяған жоқ, бірнеше рет шапалақпен тартып жібереді. Әйтеуір бір сәтте Дэнни босап шығып, асүйге жүгіріп кіріп, тоңазытқыштың ішіне тығылады. Оның ең жақын досы Эдмонд Дэннидің ағасы Тедті тауып, оны мейрамханаға алып келеді. Бұл кезде ол жерде адам толып кеткен, ал бейшара Дэнни суықтан қатып, қардан жасалған адамға ұқсап қалған еді. Белгілі болғандай, генератор тоңазытқыштың ішінде орналасқан, оны өшіру мүмкін емес. Дэнниге дауыстап жетуде нәтиже бермейді. Сонда Тед желдеткіш арқылы камераның ішіне кіреді. Ақыры ол ағасын тауып, сыртқа алып шығады. Дэнни ауруханада біраз жатып есін жинайды. Кейін Тед оны қолынан жетектеп, қала ішінде серуендетіп жүреді. Айналадағы адамдар оларға қадала қарап, бұл екеуін жұп деп ойлайды. Это мой брат. Мы братья. Мой брат. Брат. Дэнни қолымен қабырғаны сипалап, аквариумдағы балықтарға тиісе береді, ал үйде тіпті ваннада батып кете жаздайды. Сондықтан ағасына үнемі қырағы болып жүруге тура келеді. Оның үстіне Дэннимен үйде жеке айналысатын мұғалімге сағатына $50 төлеуге мәжбүр. Айтпақшы, Дэннидің өте керемет пеналы бар. Тед пәтердің табалдырығынан шыға салысымен, әлгі ер адам бірден жасандылықты қойып, Дэнниді ақымақ есек, есалаң деп балағаттай бастайды. Шын мәнде ол Дэнниді дұрыс оқытпайды, тек мазақ қылып қорлайды. Тіпті Дэнниді жылатып қояды. Бірақ ол Тедтің қайта оралғанын және айтқан сөздерінің бәрін естіп тұрғанын білмеді. Да перестань ты плакать. Возьми конфету. Не хочу конфету. Я хочу учиться. Ақыры Тед бөлмеге кіріп, әлгі мұғалімді барлық заттармен бірге үйден қуып шығады. Ол бауырының осындай қорлыққа шыдап келгеніне қатты қынжылады. Кейін Тед Дженнидің жұмыс орнына барып, күтпеген жерден оған тұрмысқа шығуға ұсыныс жасайды. Алайда қыз бұл ұсынысқа онша қуана қоймайды. Дженни Тед қауіпті жұмысынан кетеді деп үміттенген еді, ал ол керісінше, бала кезден армандаған теңізші болу үшін сапарға аттанбақ. Енді Дженни оның ақыл-есі кем бауырына қарауға мәжбүр бола ма? Арнайы жасақтағы достары қызды аяп, Тед ең алдымен өз армандарын емес, Дженниді ойлауы керек еді деп санайды. Я всю жизнь мечтал стать моряком. Увидеть мир. Мечтал он. У тебя что, других дел нет? Оның үстіне Тед бауырын да тастап кетпек. Қандай жауапкершілік десеңші? Осы кезде Дженниге бір топ күмәнді типтер тиіседі. Лок өзі қорғап қалмақ болады, бірақ күшін асыра бағалағанын түсінген соң көмекке шақырады. Алайда достары араласпайды, өйткені дәл сол жерде төбелес басталса, Дженни бірден жұмыстан қуылар еді.
Сондықтан олар әлгі оңбағандарды автотұрақта тосады. Орташа қытайлар секілді әлгі типтердің бәрі кунг-фуға шебер болып шығып, полицейлерге оңай соқпайды. Бақытына қарай, Тед олардың бәрін жайратып салады, ал соңғысы жолдастары тастап кеткен соң масқара болып қашып құтылады. Кейін Тед бауырларымен портта кездеседі. Ол бәрібір теңізге аттануға бел буған, сондықтан енді Дэнни өз-өзіне қарауы керек. Тед бауырының мойнына өзінің телефон нөмірі жазылған жетон тақ қояды. Полицей балалардың бірінің әжесіне ақша төлеп, Дэнниге қарауын өтінеді. Бірақ қу әжей бұнымен тоқтамай, үстінен тағы $300 қағып алады. Тетя, вы знаете, как по-быстрому срубить деньжат? Занимайся своими делами, Кенни. Дэннидің басынан жасырын түрде түрлі жағымсыз оқиғалар болып тұрады. Ах ты извращенец! Балалар досын ағасы оны тастап кеткелі жатыр деп сендіріп қояды, сондықтан Тедті тоқтату керек деп шешеді. Үйде томпақ жігіт ұстамасы ұстап, тоңазытқышқа басын соға бастайды. Ол ағасы өзін мәңгіге тастап кетпек деп ойлайды. Ал Тедке бұл өте ауыр тиеді, өйткені ол бауырын 20 жыл бойы бағып-қағып қарап келген еді. Если бы не ты, я бы уехал отсюда 20 лет назад. Егер Дэнни болмағанда, Тед өз армандарын әлдеқашан-ақ жүзеге асырар еді. Я не ребенок. Я взрослый человек. Я мужчина. Дэнни өзін ересек екенін дәлелдегісі келіп, жұмыс істеуге шығады. Бірақ базарда да, туристік агенттікте де оған түсініксіз себептермен жұмыс бермейді. Ал бір кафенің иесіне Дэнни Супермен сияқты не істей алатынын көрсетеді. Алайда арам ниетті әлгі адам ақыл есі кем жігітті мазақ қылуды ұйғарады. Ол жұмысқа тұру үшін Дэнни едендегі сосисканы ит сияқты жесін, сосын жыланша жер бауырлап еңбектесін деп талап етеді. Дәл осы сәтте кафеге Лок кіріп келіп, әлгі оңбағанды қатты сөгіп тастайды. А со своим сыном ты так же бы поступил? Если бы он был моим сыном, я бы его убил. Да как ты смеешь? Заткнись или будешь следующий. Содан кейін Лок досына тиісіп, ол Тедті жалғыз қалай тастап кетпек. Демек, Тедтің жүрегі жоқ шығар деп айыптайды. У меня уже не осталось никаких чувств, мне все равно. Дэнни ағасының бөлмесіне кіріп, оған жыламауды өтінеді, бірақ Тед одан да қатты жылай бастайды да, ешқайда кетпейтінін уәде етеді. Ал Дженни ренжіп отыр, күйеуі бауырына өзінен көбірек көңіл бөлуде. Ол оларға уақыт тауып, сүйісуге мүмкіндік қалу үшін допты алысырақ тебуді сұрайды. Теперь у нас достаточно времени. Здесь же люди, я стесняюсь. Бандиттер ұрланған асыл тастарын саппақ болып зергерге келеді. Бірақ полиция тосқауыл ұйымдастырады. Үйді барлық жағынан қоршап, қылмыскерлердің қашуына мүмкіндік бермейді. Алайда бір гангстер ұрланған заттарын ала қашып, екінші қабатқа жүгіріп шығып, терезеден бұтаға секіреді. Ол қашып кетуге сәттілік табады, сондықтан триада мүшелерін босатуға мәжбүр болады. Бандит қалтасында сумкамен қалаға жетіп, қуыстан бұрылып кетеді. Сол кезде дәл сол жерде Денис пен достары ойнап жүр екен. Қалың бандит ойыншық тапаншасын Денистің артында тұрған балаға бағыттайды. Бала оны өлтірмек деп ойлап қорқып қашып кетеді, сумканы жерге тастап кетеді. Балалар сумканы ұрламас үшін оны саябақтағы ағаштың қасына көмеді. Досы Дениске бауырының өмірін сақтағанына ризашылық білдіріп, сумканың қайда жатқанын ешкімге айтпайтынын айтады. Лос басшысына қоңырау шалып, алтынның полицейлерге алынғанын хабарлайды. Басшы сумканы өздері қазып алу керек деп шешеді және Золотяны шақырады. Бандит қаруды жасырып, кафеде үстел астына тығылады да, кейін қашуға әрекет жасайды. Лосты ұрады, бірақ ол секіріп құтылып, көлікке соғылады. Мұндай оқиғадан кейін Лос дереу полицияға хабарлап, бәрін тапсыруға келіседі, тек өзіне қорғау қамтамасыз етілу үшін. Лос шынымен де полицей оны тапаншамен нысанаға алған деп ойлайды. Оған суретші шақырылып, күдіктінің портреті сипат бойынша салынады. Сурет аудан тұрғындарына көрсетіледі. Солардың бірі Эдмондтың үлкен ағасы болып шығады, бірақ ол бұл кісіні танымайтынын айтады. Бала полиция іздейтінін білген соң, дереу Дэнниге жүгіріп барады. Олар сумканы қазып алып, қайтаратынын келіседі. Кейін кіші бауырын бақылап, сумканың ішінде асыл тастар барын көріп, Дэнниге шабуыл жасайды. Ол қуатты соққымен Дэнниді ұшырып жібереді. Шағын төбеден сырғып түскен Дэнни ағашқа соғылады да, есінен танып қалады. Зақымданған жігіт туралы репортаж түсіріледі. Сол арқылы Лос тапаншамен тұрған кісіні танып алады. Кейін асыл тастардың бір бөлігін жергілікті саудагерге апарады, ал ол дереу бандиттерге қоңырау шалады. В чем дело? Бандиттер Теддиді қолға түсіріп, қалған асыл тастардың қайда екенін айтып бер деп қысым жасайды. Тед бауырына не себепті осындай күй болғанын анықтамақ болады, бірақ Дэнни ештеңе мойындамайды. Сол кезде үйге жеке капитан Вон келіп, Дэнниді ұрлыққа әрекет жасады деп ұстаған жоқ. Тед бұл қателік екенін айтып, бауыры ақыл есі кем екенін және мұны жасай алмайтынын түсіндіреді. Дэнни қорқып қарсыласуға кіріседі. Бір полицей тіпті оны атып тастамақ болады. Куклам қашып құтылады, ал капитан Тедке қолын кісен салып, тапаншасын алады. Кейін капитан жұмсарып, Тедті босатады, бірақ ертең Дэнниді бөлімшеге жеткізу шартымен.
Тед көргенде Кенни бандиттерді өз үйіне әкеліп жатыр, ал сол жерде Дэнни досының үйінде жасырынып отырған. Дэнни шкафқа кіріп тығылып қалады, бірақ өкінішке орай, дәл сол жерде қалған асыл тастар жатқан екен. Кенни Дэнниге тимеуді сұрайды, ол ешкімге зиян келтірмейді. Бірақ дәл сол сәтте Кенниге оқ атылып, жарақат алады. Сол кезде Тед қашып келеді, бірақ оны қарудан айырып, есінен тандырады. Мистер Кингге сумка қайтарылады, сонымен бірге Дэнни де әкелінеді. Ал басшы Лоспен қалай күресуге болатынын ойлап отыр, себебі ол бәрін полицияға айтып қалуы мүмкін. Бандиттер полицейді шантаждап, егер ағасы тірі қалуын қаласа, ертең Лосты жеткіз деп бұйырады. Тед арнайы жасақтағы достарымен кездеседі. Бірақ полицейлер бауырын ойламайды, олар Лостың қашуына көмектесуге міндетті. Достары қонақ үйге кіріп, полицейлерге қаруын бағыттайды. Дегенмен олар ғимараттан шықпастан командирлері бүкіл взводымен жетіп келеді. Тед арнайы жасақты алаңдатып, мотоциклшілер тобы оны қуып кетеді. Ол қала бойынша қуып келе жатқанда, қалған жасаушылар ғимараттан Лосты шығарып алады. Тед бірнеше рет жаяу жүргіншілерге жол бермей қалатын сәттерге жақындайды, сондықтан қаладан тысқа шығып, шұбар жолмен шапқылайды. Бір сәтте құрылыс алаңынан өтіп, Тед арнайы жасақтан құтылады. Достары оған Лосты тапсырады. Тед бандиттерді алдын ала келісілген жерге, салынып жатқан биік ғимаратқа жеткізеді. Арнайы жасақшылар ғимараттың басқа жағынан кіріп, позиция алады. Дегенмен олардың бірі сәл дәлдіксіз әрекет жасап қалады. Мистер Акимнің адамдары Тедті көре салысымен ақ оқ жаудырып, Лосты атып өлтіреді. Полицей жасырынуға үлгереді, бірақ триада мүшелері оны төрт жағынан қоршап алады. Лок Тедті қорғап қалмақ болады, алайда өзі де шабуылға ұшырайды. Тағы бір жауынгерді шахтаға құлатып жібере жаздайды, бірақ ол арматураның шоғырынан ұстап қалып, автоматтан оқ жаудырады. Арнайы жасақшылар бандиттерді біртіндеп жойып Тедке қарай жылжиды. Ал оқ дәрі таусылғанда олар пышаққа көшеді. Бір кісі Джеки Чан адам өлтірмейді дегенді бір жерден естіп алып, оған күрекпен қарсы шығады. Қырғынға қолдарына шапқыш ұстап алған бұзақылар қосылады. Тед оларды қарусыздандырады, ал біреуін мойнынан шапқышпен ұрып өлтіреді. Келесі өлімге бас тіккені Тедті қайламен тоқтатпақ болады, бірақ өзі сол құралға шаншылып қалады. Ақыры полицей Кингге жетіп, оның Дэнниді жертөледе ұстап отырғанын біледі. Алайда жолын бұл топтың ең мықты жауынгері кес-кестейді, бірақ Тед оны да жеңеді. Артынша мистер Кингнің өзі де бірнеше рет қайта оралады. Сірә, бұл жерге қаланың барлық бандиті жиналғандай. Тед пен оның достары қанша жерден бандиттерді жойса да, олардың саны азаймайтындай. Жертөленің дәл жанында Капатныйдың жауынгері тосып тұрады. Тед оны аяғымен теуіп, кірпіш үйіндісіне қадап тастағаннан кейін ғана тынады. Сол сәтте Тедтің достарын қабырғаға тіреп қысады. Мұндай қалың топқа қарсы тұру мүмкін емес еді. Сонда серіктері триада мүшелерін 3 гранатамен жарып жібереді. Қалың топ төменге құлап, жерге соғылып қияйды. Оқиға орнына полиция келеді. Тед капитаннан өзін Дэннимен бір кісендеуді сұрайды. Арнайы жасақтағы барлық достары тұтқындалып, түрмеге қамалады. Тед теңіз туралы арманын жалғастыра береді, ал Дэнни балалармен ойнап күліп жүреді. Оған ағасының барлық жақындары, соның ішінде Тедтен бұрын босап шыққан достары да қарап жүреді. Ал Тед өзі түрмеде жазасын өтеп, ақыры бостандыққа шығып, бауырына қайта оралады. Достар, шолуымыз ұнаған болса, лайк басып арнаға тіркеліп, қай қаладан қарайтындарыңызды пікірге қалдырыңыздар. Келесі кинотаймда кездескенше аман болайық.